Зигмунд Фрейд түс жору туралы. Қайырлы күн баршаға, сіздермен бірге пайдалы психология арнасы. Тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Зигмунд Фрейд 19 ғасырдың орта шенінде дүниеге келіп, медициналық университетті бітіріп, көп жылдар дәрігерлік қызмет етіп, медицинадан ғылым докторы болған адам. Кейіннен психологияға, оның ішінде психиатрия саласына қызығушылығы туындап, әртүрлі невротикалық симптомдары бар адамдармен жұмыс істеген. Оның ең алғашқы кітабы да осы түс жору туралы болған. Фрейдтің бұл кітабы 1900 жылы жарыққа шыққан, яғни сол еңбегінен бастау алған бейсаналылық, бессознательность ұғымы жан-жақты талдау бере жүріп, ақыр соңында осы ұғымды теория жүзінде негіздеп бір қатар еңбектер жазған. Түс көруге байланысты ең алғашқы ғылыми түсіндірме берген адам осы Фрейд болған. Ол кісінің ойынша адамның басылып қалған, кейінге сырғытылған арман тілектері оның бейсанасына көшіп, соның өзінде адамға маза бермей, түс болып кіреді деп түсіндірілген. Ол түс көру физиологиялық емес, психологиялық процесс деп түсіндірген. Түсті ең алдымен көрген адамның өзі жоруы тиістігін айтқан. Яғни түс көруші адам оны қалай жорыса, ол ары қарай солай талданады деген. Егерде менен психоаналитик болудың жолын көрсетуімді сұрасаңыз, онда ең әуелі өзіңіздің түсіңізді дұрыс зерттеуден, жорудан бастаңыз деп айтқан болар едім, деген екен Фрейд. Яғни адамның мінезінің, мінез құлқына зерттеу жүргізудің, оны зерттеудің ең әуелгі бастамасы сол адамның түсіне көп мән беру керек, дейді. Фрейдтің түсінігі бойынша адамның түс көру дегеніміз оның өңінде орындалмай қалған қажеттіліктерінің түсінде орындалуы. Мәселен, оның өңінде қатты көргісі келген, сағынған адамды міндетті түрде түсінде көруі деген сияқты. Ал кей кезде адамның өзі мүлде ойламаған нәрселерде түске кіріп жатады. Оның да түпкі себебі қажеттіліктен, дейді Фрейд. Бұл адамның өзіне де байқалмаған жасырын қажеттіліктерінен болуы мүмкін деген. Осыған орай түстің 4 түрі болады, дейді. Біріншісі, күндіз айналысқан, ойлаған нәрселердің жалғасына айналатын түстер. Екіншісі, ойламаған, күтпеген, түс көрушінің күнделікті іс-әрекетіне жатпайтын нәрселерді көруге байланысты түстер. Үшіншісі, қорқынышты және жайсыз түстер. Ал төртіншісі, фантастикалық немесе қиял ғажайып түстер. Бұл түстердің пайда болуының себептері мен түп төркіні де әртүрлі. Оларға жеке-жеке тоқталып, әрқайсысына талдау жасауға болады. Бұрын ешқашан көрмеген, атын естімеген, білмеген нәрселердің қалайша түске кіретіндігі, неліктен адамның қорқынышты түстерді көретіндігі, бұның барлығы да мазмұны жағына да айқын және жасырын мазмұнға ие болады. Ал психоаналитиктің ең басты міндеті еркін ассоциациялар әдісін пайдаланып, түстің жасырын мазмұнын анықтау екендігі белгілі. Түсті талдау жасауда негізгі 2 ереже қолданылады. Оның біріншісі, түстің мазмұнының анық болуы міндетті емес. Екіншісі, түстің әрбір бөлшегіне талдау жасалуы қажет. Жалпы Фрейдтің теориясының өзі өте көп сынға ұшыраған, көп дау тудыратын жайттары бар. Әлі де зерттеуді қажет ететін тұстары өте көп. Соған қарамастан, оның еңбектері психологияның даму жолында өте елеулі орын алады.